Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осы пиццаның рецептімен сіздермен бөліскелі отырмын. Өте жұмсақ, тойымды болып шығатын қамыр. Міндетті түрде соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Қамырын дайындайтын боламыз. Ыдыста менде жылы су тұр, соның үстіне шекер, тұз және де ашытқыны салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді біз бетін пищевой пленка немесе целлофанмен жауып, ашытқы кішкене көтерілгенге дейін 10-15 минутқа жылы жерге жауып қоямыз. Міне бізде ашытқымыз көтерілді. Енді осының үстіне біз сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді ұнымызды салып отырып, қамыр илейміз. Онда електен өткізіп алғандарыңыз жөн. Біздің қамырымыз осындай қолға жабысыңқырайтындай жұмсақтықта болу қажет. Бетін жауып 40 минуттай көтерілуге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз осылай әп-әдемі болып көтеріліп шығады. Енді қамырымызды противенге орналастыратын боламыз. Ол үшін мен ыдысты майлап аламын. Егер пергамент төсейтін болсаңыздар, майлап қажет емес. Біздегі дайындалған қамыр 2 пиццаға арналған, сондықтан 2 бөлікке бөлеміз. Қолдарыңызды майлап жұмыс істегендеріңіз жөн, қамыр өте жабысқақ болып келеді. Мен осылай ыдысқа қолыммен жайып шығамын. Оқтаумен жайып орналастырсаңыздар да болады. Қамырды толықтай орналастырып болғаннан соң, үстіне кетчуп пен майонезді салып жағып шығамын. Кетчуптың орнына томат қолдансаңыздар да болады. Кетчуп пен майонезді орналастырып болғаннан соң, ірімшіктің аз бөлігін осылай астыңғы бөлігіне орналастырып шығамын. Ірімшіктің үстінен енді қызанақтарды орналастырып шығамын. Дәл осылай пісіріп алсаңыздар да болады, немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қазы, ет қолданып қазақша пицца жасауға да болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Барлығын толықтай орналастырып болғаннан соң 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Пісуге 2-3 минут қалған уақытта осылай бетінен ірімшіктердің қалғанын орналастырып, қайтадан пешке салып аламыз. Сыр қаншалықты көбірек болса, соғұрлым пицца дәмдірек болып шығады. Міне біздің пиццамыз пісіп шықты. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Жалпы жұмсақ, сондай дәмді, тойымды болып шығатын пицца міндетті түрде отбасыларыңызға жасап қуантып қойыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Каналға тіркеліп
видеоларға лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.